Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен мандариновый пирог рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк бас комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айту дейін: ұн, сүт, жұмыртқа, қант, мандарин, сұйық май, разрыхлитель және ванилин. Алдымен жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Сүт, сұйық майды қосып, тағы да араластырамыз. Ванилин қосып, ұнға разрыхлительді салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Мандаринді 2 бөлікке бөліп аламыз. Формамды алдын ала дайындап қойдым. 2 ас қасық қантты сеуіп, мандариндарымызды салып шығамыз. Қамырымыз осындай болып шықты. Енді формамызға құямыз. 180 градусқа 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Міне достар, біздің мандариновый пирог дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағаныңыздар үшін көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.